Сәлем достар, сіздермен осындай сәбіз салатты үй жағдайында бірге дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын менің YouTube каналыма жазылып кетіңіздер. Алдымен сәбіздерімізді үккіштен теркадан өткізіп аламыз. Үккішіміздің тісі өте үлкен немесе өте жіңішке болып қалмау керек. Орташа тісте өткізіп аламыз. Міне осындай болып шықты. Қалған сәбізді, соңғы қалған түбіртегін палауға немесе лағманның подливасына қосып жіберсеңіздер болады. Енді осындай суға жарты шай қасық уксус құйып араластырып аламыз. Одан көп болып кетпеу керек, себебі сәбізіміздің дәмін бұзып жібереді. Осындай суға құйып араластырамыз. Содан соң үккіштен өткізілген сәбізімізге құйып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң бетін жауып, жарты бір сағатқа қойып қоямыз. Оған дейін чесногымызды, яғни сарымсағымызды теркадан үккіштен өткізіп аламыз. Менде бұл жерде 5 сарымсақ, сіздер егер ащыны қатты ұнатпайтын болсаңыздар, 4 немесе 3 қоссаңыздар болады. Жаңағы сәбізімізге саламыз сарымсақты, содан соң осындай китайский соль дейді ғой, тұзымызды саламыз. Оны да дәміне қарай салыңыздар, көп салып жібермеңіздер. Содан соң өзінің приправасын саламыз. Приправасын көп салып жіберудің қажеті жоқ. Дәміне қарай саласыздар оны да. Содан соң олардың барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді осындай сұйық майдан кішкене ғана құйып, оны тағы да араластырамыз. Көп болып кетпеу керек. Міне араластырып болдық. Енді бетін жауып 3-4 сағатқа қойып қоямыз. Сәбіз салатымыз дайын. Сіздермен болған Жансая ас болсын.